Сәлем достар, бүгін біз каналымызда жайлаудың, ауылдың суретін салатын боламыз. Ең алдымен біз аспанымыздың суретін бейнелеп аламыз. Яғни көк түсті алып, осындай кішкене ойық қалдырып, бояп шығамыз. Жоғары бөлімін, қағазымыздың жоғары бөлімін көк түспен бояп шығамыз. Толығымен бояп шығамыз. Гуашыңыз немесе аквареліңіз қою болса, онда міндетті түрде суды араластыруға кеңес беремін. Ендігі кезекте бізде ақ түсіміз, ақ гуашты аламыз. Көкпен боялған аумағымыз кеуіп қалмай тұрған кезде жылдам ақ гуашымызды осылай жағып бояп шығуымыз қажет. Сол кезде біздің аспанымыз көгілдір боялып шығады. Ендігі кезекте біз көкжиегімізді бояймыз. Ол үшін бізге сары және жасыл түсті араластырып алу қажет. Яғни түсіміз біздің сары, жасыл түсті болу қажет. Толығымен ақырындап барлық екінші аумақты қағазымыздың бояп шығамыз. Ал ендігі кезекте бізге сары түс керек. Шамалы сары түсті алып, кеппеген бояуымыздың үстіне осылай жоғарыдан төменге қарай бағытта бояп шығамыз. Яғни бұл біздің алаңымыздың жоғарыдан төмен қарай екенін бейнелеп шығады. Ал енді жасыл түсті, қанық жасыл түсті және де қара түс қоссаңыз болады. Қосып біз шөптерімізді саламыз. Яғни біздің бергі жақтағы тұрған шөптерді ақырында бейнелейміз. Бұл өсіп тұрған шөптер бейнелеген кезде қалың немесе жіңішке кесічке алсаңыз да болады. Барлығы бір гүлдің астында қалады. Тек қана кейбір жерлер ғана көрініп тұрады. Алыс беткейдегі жерлерді және де төменгі жақтарын жақсылап бояп шығасыздар. Жоғарыдан төмен сызықша салу арқылы қара түс қосуыңызға болады. Сол кезде палитра басқаша болады, өте қанық болып көрінеді. Алаңымыздың шөптерін салып біткен сияқтымыз. Енді қазір тауымызды салуға уақыт бөлеміз. Ол үшін қанық көк түсті алып, ақ түспен жақсылап араластырамыз. Және де кішкене ғана бір тамшы қара түсті гуашты қосамыз. Сол кезде біздің көк түсіміз көкшіл, сұр түсті иеленеді. Және де өте әдемі түс шығады. Көріп тұрғанымызда бізде екі тау бейнеленген. Бір тауымыз артқы бөлімде, яғни артқы фонда, екінші тауымыз бер жақта бізге жақын орналасқандықтан бұл шамалы түсі арт жақта тұрған тауға қарағанда қаралау деп айтсам да болады. Осылай ақырын ғана
Енді сол бояуымызға қара түстен бір тамшы қосып, бер жағындағы екінші тауымызды бояп шығамыз. Бізге ендігі кезекте ақ тұз қажет. Ол ақ тұзды алып, қолымызға губканы аламыз да, бұлттардың суретін сала бастаймыз. Яғни біздің аспанымыз кепкен толығымен. Осылай ұрлау тәсілі арқылы осындай өте жеңіл жасалатын бұлттарды салып шығамыз. Өте жеңіл шығады. Ал енді суретіміздің төменгі бөліміне кірсек, гүлдерді салу үшін осылай жіңіштелеу келген кисточкамызды алып, осылай ұрлау тәсілі арқылы, яғни нұқу арқылы гүлдерді салып шығамыз. Барлық алаңымызда сары түс болады, бірақ толығымен сары түске бояп шығуға болмайды, әрине арасынан сары түсті осылай ұрлап бояп шығамыз. Оңай тәсіл тағы да міне көрсетіп отырғандай құлақ шұқитын таяқшалармен де салуға болады. Бірақ маған кисточкамен бояу ыңғайлырақ болды. Ал енді бұл жерде бізде қызғалдақтар да өсіп тұрады, яғни біздің қазақтың кең байтақ даласында тек қана сарғалдақтар емес, қызғалдақтардың да суреті бейнелену қажет деп ойлаймын. Қызғалдақтарды көп салмаймыз, арасынан шамалап қана. Ал енді бізге ақ түс қажет болады. Ол ақ түс арқылы біз ақ ұзынша келген гүлдерді бейнелейміз. Яғни құлақ шұқитын таяқшамызбен осылай ұзынан 4-5, 6, 2-3 осылай нүктешелер қойып шығамыз. Яғни бұл бізде басқа гүлдердің түрлері деп айтсақ та болады. Гүл палитрамызда бізде сұр көкшіл түске жақын гүлдердің түсі жетіспей тұрған секілді, сондықтан да мен араластырып осындай дәл тауымның палитрасына түсіне ұқсас бояумен осылай көкшіл сұр түсті гүлдерді салып шықтым. Ал ендігі кезекте бізде тауымыздың шынымызда бізде қар жатуы мүмкін, не қар жатпауы мүмкін. Ол яғни сіздің талғамыңызға ғана байланысты. Менің пікірім бойынша ол жерде таудың шынында қар жату керек, сондықтан да мен осылай қарды бейнеледім. Ал енді ақ гуашымызды алып, тауларымыздың баурайында
екі кішкентай кигіз үйдің суретін саламын. Ол екі кигіз үй таудың етегінде орналасқан. Және де екі кигіз үйдің ортасына ошақтың суретін саламын. Кигіз үйді ақ түспен бояп шығамын, яғни толығымен, және де оған контуринг жасаймын, әлбетте түрде. Контуринг жасау үшін сізде палитрада қалған түстерді қолдансаңыздар да болады. Мен кигіз үйлерді салу барысында екі қабатта бояуға тура келді, себебі жасыл, астындағы жасыл түстің көрінуіне байланысты екі рет бояп шықтым. Керегесін, уықтарын сала алмаймын, енді алыста тұрғандықтан. Бірақ шаңырағын көрсетуге тырыстым. Ал енді ошағымыздың суретін саламыз. Ол үшін осындай жіңішке кисточкамызбен крестик деп айтсам да болады, соны крестикті салып аламыз. Және де қызыл түсті, және де сары түсті араластырып, оттың суретін бейнелеймін. Ал кейіннен ол оттың жоғар жағына, яғни түтіннің суретін саламын. Яғни бұл ауылда адам бар екенін, адам ошақ жанып тұрғанын бейнелеуге тырыстым. Бізде осындай өте әдемі сурет шықты. Егер де бізбен бірге сурет салып үйренгің келсе, каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпа.